Мен Төлеуова Алтынша Шакибекқызы, Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Дұрынғар ауылының номері 1-7 орта мектебінің биология пәні мұғалімін. Жалпы бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған негізгі таныстырылым биология пәнінен 9 сыныпқа арналған пиза тапсырмалары. Жаратылыстану бағытындағы пиза тапсырмаларын құрастыруда биология пәнінен 9 сыныптың нейрондардың түрлері мен қызметтері, синапс және медиаторлар тақырыбын негізге ала отырып пиза тапсырмалары жасалынды. Оқушының функционалдық сауаттылығының жан-жақты болуына, өзінің ісіне сыни көзқарас қалыптастыра алуына жағдай жасау арқылы оқушының білім, білік дағдылары ерекшеліктерін сәйкестендіріп, биологиядан 6 деңгейлі құрылымын айқындайтын тапсырмаларды құрастырып, шешу жолдарын назарларыңызға ұсынып отырмын. Тапсырмалар Блум таксономиясындағы білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау деңгейлері бойынша жасалынды. Бірінші тапсырмада нейрон өсінділерінің атауларын суретпен сәйкестендіріңіз деген тапсырма берілген. Бұл жерде нейрон өсінділерінің суреттері және атаулар беріліп тұр. Сол атауларға сәйкес оқушы суретпен жұмыс жасайды. Оқушының дұрыс жауап бергені үшін 1 ұпай беріледі. Екінші тапсырмада нейрондардың құрылысы мен қызметіне байланысты иә жоқ белгісі арқылы жауап беріңдер. Яғни бұл тапсырмада арнайы тұжырымдар берілген. Сол тұжырымға сәйкес оқушы иә жоқ белгісі арқылы жауап береді. Егер дұрыс жауап берілсе, 2 ұпайдан беріледі. Үшінші тапсырмада мәтінмен танысып, бос орынды толтырыңыз деген тапсырма берілген. Яғни оқушы бұл жерде мәтінмен танысады. Мәтінмен танысып болғаннан кейін төмендегі тапсырманы орындайды. Төмендегі тапсырмадағы бос орындарға қажетті мәтіндер сөздерін қойып толықтырады. Егер оқушы толық жауап берілсе, 3 ұпай беріледі. Төртінші тапсырмада жағдаяттық талдау берілген. Бұл жерде мәтін берілген, мәтінмен танысып оқушы сұрақтарға жауап береді. Егер сұрақтарға толық жауап беретін болса, 2 ұпай беріледі. Бесінші тапсырмада кестені толтыру. Оқушы кестемен жұмысты орындайды. Төменде кесте берілген, яғни нейрондардың түрлері мен қызметтері. Бұл жерлердегі бос ұяшықтарды оқушы толықтырады. Егер оқушы бос ұяшықтарды толық орындаса, 2 ұпай беріледі. Алтыншы тапсырмада оқушы бірінші тапсырмадан, яғни білу деңгейінен түсіну, қолдану, талдау, жинақтау деңгейіндегі барлық тапсырманы орындап, бағалау бөлімінде 6-шы тапсырмада жүйке жүйесінің қызметінің маңызы тақырыбында эссе жазады. Яғни оқушы толық эссені аяқтаса, 2 ұпай беріледі.